Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 17-ші тақырыптың Б тобына байланысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастырамыз. Олай болса, 17-те 11-ші жаттығудың бірінші есебін қарастырайық. Бұл жерде егер де А дегеніміз мына өрнекке, ал Б дегеніміз мына бір өрнекке тең болатын болса, онда А қосылған 5Б тең болады 55х-тің 6-шы дәрежесі минус 24х-тің 4-ші дәрежесі екенін дәлелдеуіміз қажет. Олай болса, ең алдымен А-ның орнына мына бір өрнектің өзін жазып шығайық. Яғни 5х-тің 6-шы дәрежесі қосылған х-тің 4-ші дәрежесі азайтылған 9. Енді келесі қосылған 5b деген өрнек тұр. Демек, қосу 5 көбейтілген жақшаның ішіне b-ның мәнін жазып шығамыз. Яғни b тең болған өрнекті жазамыз. 10х-тің 6-шы дәрежесі азайтылған 5х-тің 4-ші дәрежесі қосылған 1,8. Тең болады. Теңдіктің екінші жағындағы өрнектің өзін қазірге қайтып жазамыз. 55х-тің 6-шы дәрежесі азайтылған 24х-тің 4-ші дәрежесі. Мінекей мұнда А мен Б-ның орнына өрнектерді қойып жазып алдық. Енді бұл жердегі жақшаны ашып жазатын болсақ, ең алдымен бірінші өрнектің өзін жазып шығайық. Ал мұндағы 5-ті жақшаның ішіндегі өрнектерге көбейтіп, жақшаны ашып алайық. 5-ті 10-ға көбейтетін болсақ, 50х-тің 6-шы дәрежесі болады. 5-ті минус 5х-тің 4-ші дәрежесіне көбейтетін болсақ, минус 25х-тің 4-ші дәрежесі болады. Ал 5-ті 1,8-ге көбейтетін болсақ, ол кезде 9 болады. Тең болады. Теңдіктің екінші жағындағы өрнектің өзін қайталап жазайық. 55х-тің 6-шы дәрежесі азайтылған 24х-тің 4-ші дәрежесі. Ал енді мұндағы ұқсас мүшелерді біріктіріп, қысқаратын өрнектерді қысқартып жасайық. Минус 9 бен плюс 9 жойылып кетеді. Олар нөлге айналып, бір-біріне азайтылып. Тағы да енді қалған ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, мұнда 5х-тің 6-шы дәрежесі бар, қосылған 50х-тің 6-шы дәрежесі. Олар қосылып 55х-тің 6-шы дәрежесін береді. Тағы да х-тің 4-ші дәрежесі деген өрнек бар, ал мұнда 25х-тің 4-ші дәрежесі минус таңбасымен. Демек, бұлар бір-біріне азайтылып, минус 24х-тің 4-ші дәрежесін береді. Бұл дегеніміз тең болады. Теңдіктің екінші жағындағы өрнекті қайтып жазамыз. 55х-тің 6-шы дәрежесіне азайтылған 24х-тің 4-ші дәрежесіне. Мінекей көріп отырсыздар, теңдіктің оң жағында да, сол жағында да бірдей өрнектер бар. Демек, бұл теңдікті біз дәлелдеп шықтық. 17-те 12-ші жаттығуда да тепе теңдікті дәлелдеу қажетпіз. Ол үшін ең алдымен бірінші екі жақшаны бір-біріне көбейтіп ашып алайық. Бірінші, х-ты бірінші жақшаның 3 мүшесіне көбейтейік, сосын 5-ті тура солай 3 мүшесіне көбейтіп ашайық. Х-ты х квадратқа көбейтетін болсақ, х куб болады. Х-ты минус 8х-қа көбейтсек, минус 8х-тің квадраты болады. Х-ты 7-ге көбейтетін болсақ, плюс 7х болады. Ал енді тура осылай 5-ті бірінші жақшаның әрбір мүшесіне көбейтейік. 5-ті х квадратқа көбейтсек, 5х квадрат. 5-ті минус 8х-қа көбейтетін болсақ, минус 40х. 5-ті 7-ге көбейтетін болсақ, плюс 35 шығады. Ал енді келесі. 3х көбейтілген х. Ол кезде 3х квадратты береді. Ал 3х көбейтілген 11, 33х-ті береді. Ал теңдіктен кейінгі өрнектің өзін қайталап жазайық. Х куб қосылған 35. Бұл жерде ең алдымен ұқсас мүшелерін біріктіріп, енді жазайық. Х кубқа ұқсас мүше жоқ. Теңдіктің сол жағында, сол үшін х кубтың өзі жазылады. Ал енді минус 8х квадрат, плюс 5х квадрат, мұнда 3х квадрат бар. Олар барлығы бір-біріне ұқсас мүшелер. Олай болса, бұл жердегі таңбаларына байланысты оларды біріктіретін болсақ, минус 8х квадрат плюс 5х квадрат бір-біріне азайтылып, минус 3х квадратты береді. Ал ол мұндағы плюс 3х квадратпен жойылып кетеді. Демек, бізде мұндағы х квадраттардың барлығы бір-бірімен қысқарып кетеді екен. Ал енді х-тарды жинақтап көрейік. Мұнда 7х бар. Мына жерде минус 40х, мына жерде плюс 33х.
7x-қа мұндағы 33x-ті қоссақ 40x болады. Ал ол мұндағы минус 40x пен x-тарымызда жойылып 0 болып кетеді екен. Демек, x көп қалды. Тағы да бұл жерде плюс 35 деген өрнегіміз бар. Демек, плюс 35-тің өзін қайтып жазамыз. Сіздер өте жақсы білесіздер, теңдіктің екінші жағындағы бізде тура осындай өрнек, яғни x куб плюс 35 болатын. Мінекей осылайша біз ең алдымен жақшаны ашып алдық, сосын ұқсас мүшелерін біріктіріп, қалған өрнектерді жазған кезде бастапқы тепе теңдікті дәлелдеп шықтық. Келесі 17-те 14-ші жаттығуда теңдеудің түбірін табуымыз қажет. Яғни бұл жерде теңдеуді шешуіміз қажет. Олай болса ең алдымен бірінші екі жақшаны бір-біріне көбейтіп ашып алайық. X-тің 4-ші дәрежесін x-қа көбейтсек, x-тің 5-ші дәрежесі болады. X-тің 4-ші дәрежесін плюс 5-ке көбейтеміз, ол кезде плюс 5x-тің 4-ші дәрежесі болады. Минус 3-ті x-қа көбейтсек, минус 3x, минус 3-ті 5-ке көбейтетін болсақ, онда минус 15 болады. Тең. Теңсіздіктің екінші жағында 29 минус 2x-ті қайталап жазамыз. Ал мына жерде көбейтіп жақшаны ашатын болсақ, x-тің 4-ші дәрежесін x-қа көбейтеміз. x-тің 5-ші дәрежесі болады. x-тің 4-ші дәрежесін 5-ке көбейтсек, 5x-тің 4-ші дәрежесі болады. Ал енді бұл жерде айнымалысы барларды теңдіктің сол жағына, айнымалысы жоқтарды теңдіктің оң жағына жинақтап жазайық. x-тің 5-ші дәрежесі қосылған 5x-тің 4-ші дәрежесі азайтылған 3x-тің өзін қайталап жазамыз. Минус 15-ті теңдіктің екінші жағына жібереміз, сол үшін минус 15-ті жазбаймыз бұл жерде. Ал енді теңдіктің екінші жағындағы x-тарды сол жаққа өткізейік. Мұнда минус 2x бар, ол плюс 2x болып өтеді. Ал x-тің 5 дәрежесі таңбасы минус болып өтеді. 5x-тің 4-ші дәрежесінде таңбасы тура солай минусқа түрленіп, теңдіктің сол жағына өткізіп алдық. Тең болады. Мұнда 29 бар, 29-ның өзін жазып аламыз. Ал мұндағы минус 15 теңдіктің екінші жағына плюс 15 болып өтеді. Неке көріп отырсыздар? Біз айнымалысы бар өрнектерді теңдіктің сол жағына, айнымалысы жоқтарды оң жаққа жинақтап жазып алдық. Енді теңдіктің сол жағына тұрған x-тің 5-ші дәрежесі және минус x-тің 5-ші дәрежелері бір-бірімен қысқарып кетеді. Таңбалары әртүрлі өйткені. Және де 5x-тің 4-ші дәрежесі мен минус 5x-тің 4-ші дәрежесі қысқарып 0 болып кетеді. Енді бұл жерде қалған өрнектерді қарайтын болсақ, минус 3x бар және плюс 2x бар. Олар бір-біріне азайтылып, минус x-ті береді. Тең болады. 29-ға 15-ті қосатын болсақ, ол кезде 44 деген сан мәні шығады. Сонда x-іміз тең болады, минус 44-ке. Неке осылайша біз теңдеудің жауабын тауып алдық.